Сәлем достар, мына қателікті ешқашан жасамаңыздар. YouTube'да біраз видеода осылай жазып қойғандарды көрдім. Яғни описание бөліміне тегиді және хэштегтерді толтырып жазып қойған ютуберлер. Бұлай жасау каналыңызға кері әсерін тигізеді. Тіпті теневой банға түсіп қалуыңыз мүмкін. Теневой банға түссеңіз, YouTube сізге рекомендация және поиск деген сияқты трафиктерді бермейді. Официалды YouTube ережесін оқитын болсақ, загрузка видео бөлімінде теги туралы жазылған. Теги — это ключевые слова, по которым пользователям будет проще найти ваш контент және тағы басқа түсініктеме жазылған. Ал сарының ішінде ескерту жазылған: не добавляйте слишком много тегов, это считается нарушением наших правил в отношении спама деп жазылып тұр. Бұл жерде сізде сұрақ туындайды. Теги жазу үшін теги бөлімін YouTube өзі беріп қойды ғой, және 500 символға дейін жазуға болады деп ойлайсыз. Google америкалық компания болған соң ережелер ағылшын тілінде жазылған. Кейбір ереже ағылшын тілінен дұрыс аударылмай қалған екен. Сол үшін бұл ережені негізгі ағылшын тілінде оқитын болсақ, adding excessive text to your video description деп жазылған. Бұл сөздегі video description деген сөз орысша аудармасында жазылмаған. Неге десеңіздер, аудармаға осы сөзді салып көретін болсақ, видео description дегеніміз описание видео болып орыс тіліне аударылады. Сонда описание бөлімінде тегиді көп жазатын болсаңыз, спамға жатады. Описание бөлімін толтырып жатқан кезде видеода айтылған тақырыпқа байланысты сөздер болса болды. Сөзімізді қорытындылай келе, видеоның описание бөліміне видео жайлы ақпарат, ал теги бөліміне тегиді жазамыз. Осы қателікті болдырмаған абзал. Егерде ютубер достарыңызда осындай байқасаңыздар, осы видеоны соларға жіберіп қойсаңыздар болады. Видеоға лайк басуды және арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар достар.